Саламатсыздар ма? Міне FX трейдинг компаниясының кабинеттегі ақшаны қалай шығару керек, қазір соны көрсетемін. Кабинетке кіремін. Дайын тұр менің кабинет. Міне кабинет ашылды. Көрдіңіздер ме? Міне общий экран. Мынаны басасыз. Мына осы нені басасыз, үш сызықшаны үстін. Міне бастыңыз. Астында финанс деген жазу бар. Міне. Мына финанс деген жазуды басасыз. Мен бастым. Одан кейін астында міне көрдіңіз бе, вывод средства деген жазу тұр. Соны басасыз. Міне. Енді қара міне шықты. Көрдіңіздер ме? Мына жерге количество деген мына жерге жаңағы мына сан, мына жерге осы жерге жаңағы количество деген жерге жоғарысына доступ, міне баланстағы ақшаң тұр ғой. Сол ақшаны сол осы жерге жазасыз. Одан кейін мой кошелек деген бар. Міне не тұр ғой? Міне галочка тұр ғой, соның үстін басасыз. Міне шықты, көрдіңіз ба? Енді міне сіздің ID кошелек нөміріңіздің ұзақ істеп түсінбейтін сан. Соның үстіне галочка қоясыз. Галочка қоясыз. Бұлай. Міне мен қойдым мысалы. Міне вывод дегеннің мына вывод деген жазудың үстін басасыз. Міне мен бастым. Міне мынау шықты ғой. Мына конфирм көк жазудың үстін басасыз. Мен басып қалдым міне. Мен количествоны жазып 34. Количествоны жазасыз 34.80. Қараңыздар. Енді мен выводты басып қалдым. Конфирмнің көк жазудың үстін басасыз. Міне доступный баланс 0, ақша кетіп қалды. Көрдіңіздер ме? Енді мынаның басасында финанс деген жазудың үстін басасыз, обратно историяны басасыз. Міне көрдіңіз бе, ақша шыққан ақша көрініп тұр міне. Көрдіңіз бе, міне мына блокчейн кошелекке шығып кетті. И все, болды, тым қиын емес. Одан кейін блокчейн кошелекке кіресің, бірақ бұл ақша 24 сағаттан кейін түседі ақша. Болды, осылай шығарасыз, кабинеттен шығып кетесіз, осылай. Бітті. Қиын емес.